Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Нойл. Бүгін біздерде келесі видео, яғни бізде Skyblock 6-шы бөлім. Достар, сіздерге көп рахмет. Мен алдында 4-ші бөлімде ма, 5-ші бөлімде ма, мені 100 подписчикке жеткізіп тастаңыздаршы деп едім. Ал бүгін уже бізде 110 подписчиктен асып жатыр. Сіздерге көп рахмет. Енді 1000 подписчикке дейін жетуге енді әлі көп, бірақ сонда да 120 подписчикке дейін жеткізіп тастасаңыздар осы видеодан. Негізі 1000 подписчикке жетуге болады. Маған менің видеоларымды 1000-нан көп адам қарап жатыр, бірақ соның ешқайсысы тіркелмейді. Сол себепті достар, арнаға тіркеліп лайк басып қараңыздар. Біз жалғастырайық. Алдыңғы бөлімде біз мынандай зат соқтық қой. Міне осындай бесконечный вода и суды ала береміз. Сондай ғой. И мен жаңында кішігене ойнадым. Алдында мына жерден мына қайдан ұзарттым. Енді видеоны бастадым. Достар, арнаға тіркеліңіздер, өтініш достар. Азғантай қалып тұр, бізде 200 подписчикке дейін жеткізіп тастасаңыздар хотя бы. Бізде 100 подписчиктен асып жатыр. Аллаға шүкір. Рахмет сіздерге. Так, мынақты ағашымызды сындырып алайық. Біздер бұл бөлімде, мен алдыңғы бөлімде айтқам, если көрмегендер болса арнаға кіріп көріп кетсеңіздер болады. Мен алдыңғы бөлімде, келесі бөлімде осы жаққа грядка егем дегем. И енді соны егейін деп жатырмын. Бізге су керек. Так, су қажет. Кейін бесконечный ала береміз. Так, бізде мына жерден біреу қазайық. Осы жерден біреу түсіп кетті ғой. И осы жерден біреу қазсақ жететін жер. Артынан өзіміз атак алдым құмды, прикинь. Ана құм ұшып келе жатыр ғой. Так, тірілдік. Енді менде мотыгам ған. Может, сандықта тұр ғой мұны мотыга. Так, абалайық мұны. Пішінцең бәрін абаламыз. И бізге мұның асты негізі блок қою керек еді. Өтсен бас суымыз асты әрекет етеді. Блок қойық. Так. Қома. Так, енді астын жауып сияқтынан мен. Не үшін түсіп отыр мен? Бұлайна жауайық. И келесі мұнанты дәл солай. Мына жерден біреу. И үстіге мініп. И үстіге мініп. Мына жақтан біреу. Все. Так, енді бізде 3 саженец бар екен. Саженец етіміз. Свинья бар екен. Свиньяны екіп тұяқ. Не знаю, бүкіл үстіп ашып сөз керек сияқты. Не, осылайна ше. Все, осылай жетеді. Андай болып тұра берді сөзі. Негізі наларды сонда жерге егейші. Сөзі тез өседі да. Осылайнан. И осы жерге міне. Мияқтағыларды сындырып алып білейік. Так, мыналардың бәрін сындырып алайық аккуратно. Достар, видео лайктарыңызды басып арнаға тіркеле отырыңыздар. Так, былайнан. Былай. И бізде мынандай зат бар ғой, үшеу. Бұны арғы бет жағына егеміз, яққа. Бұны, осы жаққа егейік. Сынып қалды мотыга. Ничего. Так, сменаны аламыз. Яққа. Мына жаққа. Міне, мына бетке надан егеміз, осылай. Так, мен оған дейін өзіме бір не жасап алайыншы. Мотыга. Лопатасын ес. Так, мотыга жасап аламыз. Енді осылайнан егіп тұяқ. Негізі ар жағын бір блокпен ба қоршап қою керек еді. Құлап кетпес үшін. Осылай абалдақ қана. Так, бізге песокқа бұны егіп тұяқ. Так, песок. Осылай, все. Енді бізге керек зат ол. Не керек бізге? Вообще керек емес сияқты ештеңе. Так, мыналарды егіп тастайын да. Құрт тұр ғой. Так,
бұларды короче мынақа и мынақа үшін секіріп жатырмын мен. Все, енді болды деп ойлаймын. Аршып азанғы жіберейік иә достар, сіздерге ыңғайлы болу үшін. Әлде сәл ойнай тұрамыз ба? Так, азанғы жібере салайын сіздерге ыңғайлы болу үшін. Күте тұрыңыздар. Чат, время, дейін. Енді отправить. Все. Мына жер бізде мынандай қылып көреді, секіріп. Міне осылай. И осылай. Все, короче. Нешіктен бізде лужник сындыру керек. Айтпақшынан былайынан істепсең. Ол ағашымыз қайта өсіп жатыр. Негізі ағаш өскен жақсы ше, қазір сатып, и бізге уже жайлап алмазный заттар жасай беру керек достар. Алмазный заттар. Так, мынаның бәрін не доскаға айналдырып аламыз. Так, бізде бір доска 64 шықты, бір доска. Так, мынаның бәрін істепсек. Так, осылай. И мыналарды егейік. Так, мына жақта еге жіберейін. Мына жаққа. Короче, мына жаққа да еге берейік, ә. Менде осылай егіп қойын. Все. Мына ағашты да сындырып алайық. Достар, видеоға лайктарыңызды басып отырыңыздар. И арнаға жазылыңыздар. Короче, 200 подписчикке жеткізіп тастасаңыздар. Мендегі негізгі цель ол сентябрьге дейін 1000 подписчик жинау. Бірақ мен оны жинай алмайтын сияқтымын, өйткені ешқайсыңыз тіркелмейсіздер арнаға. Короче, оны сол үшін жинай алмайтын сияқтымын. Арнаға тіркелсеңіздер жинау оңай ғой. Бірақ сіздер тіркелмейсіздер, соған қиындау болып тұр кішкене жинау. Сол үшін достар, арнаға тіркеліп көріңіздер, өтініш. От душинан тіркелсеңіздер, короче. Так, мынаны бізге сатайық ең алдымен. Так, осыған біреу, екеу, все. Енді бізде қанша бар? 18 тиын бар, ал алмаз бізде 30 тұрады, 30 тұрады екен. Так, бізде наяқтан не бар, тағы алатын блоктан. Бізде слишком көп зат керек емес сияқты меніңше. Мынау не сатады? Так, лава, говно, короче. Так, мынау бізде чисто осындай егіндер сатады, ал мынау все. Мыналарға наоборот сатамыз, иә. Негізі маған тауық асырап сатуға болады негізі. Көру керек. Бізде неқта ағашымыз өсіпті. Короче, ағашымыз сындырып алайық. Мен оны дөу ағаш болып өскен бәлде. Аджо нормальный стандарт екен. Так, сындырып аламыз. Достар, келесі бөлімде не жасаймыз? Үй жасаймыз бәлде? Комментарияға жаза кетіңіздер. Мынандай нәрсе жаз, мынандай нәрсе жаса деп. Ал мен соларды жасаймын, короче. Так, бұл бөлімде біз егін ектік. Егін егем деп. Короче. Так, мыналарды алып алайық. Мына сатуға болады, мына жете ма бізде 64 саққа. Жетеді екен, апарып сатайық, короче. Мен алдыңғы бөлімде айттым сіздерге, достар. Егін, келесі бөлімде егін егеміз деп. И осы бөлімде, короче, не егін ектік, креация жасап. Мына ашылды ма? Так, ашылып тоғынан сат жерейші. Все. Егін егем деп едім, и ектім. Келесі бөлімде не істейін, достар? Айтыңыздар, соң комментарияға жазып кетіңіздер. Неке егініміз өсіп жатыр уже. Так, келесі бөлімде не істейміз, достар? Не істеуге болады? Өз идеяларыңыз комментарияға жазып, арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Так, мен негізі келесі бөлімде менің ойымша алмаз сатып алу керек сияқты, иә. Алмаз ба, либо железный ма. Уже сондай топор, меч жасау керек сияқты солай. Менің ойымша, ал сіздер қалай ойлайсыздар, соны бәрін айтып кетіңіздер. Так, короче, бізге топор керек. Неге? Топор жасалады, осыны айналып жетпен.
Так достар, осымен осы видео аяқталды. Видеоны лайктаңыздар, арнаға тіркеңіздер, ал қош сау болыңыздар.